Ал әңгіме басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Рахмет. Миллионердің әйелі оның бала кезіндегі күтушісін ренжітті. Бірақ күйеуінің жауабы бәрін тоқтатып тастады. Нұрлан Қайырлы ұзақ жылдардан кейін алғаш рет Алматы облысындағы ата-бабасының үлкен үйіне келді. Қақпаға жақындағанда жүрегі біртүрлі тоқып кетті. Өйткені мұнда оның бала күнінің естеліктері көп. Жүгіріп ойнағаны, велосипед тепкені, үлкен үйдің ішін кезіп зерттегісі келгені. Сол кезде оның қасында үнемі Майра Оқасқызы деген күтуші болатын. Бойы аласа, әрдайым жылы күліп жүретін. Нұрлан кішкентай кезінен-ақ Майра оған қамқор болып, сабырлы даусымен бәрін тыныштандыратын. Енді Нұрлан осы үйдің үлкен есігін жұбайы Айжанмен бірге ашып кірді. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін бұл үй оған мұра болып қалған. Соңғы жылдар ол мұнда жиі келмейтін, өйткені Астанада жұмыспен жүретін. Үй қандай үлкен екен, деді Айжан кіреберіске тоқтап. Төбелер биік, қабырғаларда ата-бабаларының портреттері ілулі. Жарық аз екен, осы перделердің жартысын алып тастау керек шығар, деді ол айналасына қарап. Айжанның бұл сөздері Нұрланға ауыр тиді. Өйткені ол бала кезде дәл осы қалың перделерді тамашалап, әр бөлменің тарихын ойлайтын. Бірақ үндемеді. Мүмкін Айжан шын айтып тұрған шығар. Осы кезде ас үй жақтан Майра шықты. Нұрланның бала кезінен бері жанында жүрген күтушісі. Шашы ағарса да, өзі әлі сергек. Нұрланды көргенде көзі жылып сала берді. Айжан Майраны көргенде, оны бұрыннан ойында жасап алған күтуші бейнесімен салыстырып қарады. Бір жері ұнамай қалғандай болды. Бірақ оны сыртқа шығармай, сыпайы ғана үндемей қойды. Тіпті сөмкелерді көтеріп берейін деп те ұсынды. Қойыңыз, керек емес, деп қолын сермеді Айжан. Мен әуелі үйді аралап көрейін. Осындай дәстүрлі жерлерде адамдар қалай тұратынын қызық көріп жүредім. Дәстүрлі деген сөзді ол сондай бір ескірген, қажеті жоқ нәрсе сияқты қылып айтты. Нұрлан оны естіп бір сәт қабағын түйіп қалды. Бірақ әдеттегідей жағдайды жұмсартып жіберуге тырысып, жай ғана жымиып қойды. Сол кеште Майра дастархан жайып, қуырылған тау, асқабақтан жасалған пирог және әйгілі лайм қосылған лимонад әкелді. Бұрын бұл үстелде Нұрланның әкесі отырып тамақтанатын. Айжан болса, үйдің ішінде тамақты да жартып ұнатпады. Ол бәрін сынап отырды. Бұл үйде ешкім дұрыс тамақ жасамайды. Бәрі ескі, ауылдың рецепті сияқты, дегендей. Майра үндемей, сыпайы түрде күліп қана отырды. Бірақ ішінен біртүрлі ауыр көңіл пайда бола бастады. Нұрлан екі ортада қалып қойды. Бір жағында әйелі, бір жағында бала күнінен таныс Майра. Сол үшін ол көп сөйлемей, іштей ғана мазасызданып отырды. Ертеңінде үйдің іші у-шу болды. Айжан қасына дизайнерлік сызбалары салынған бір чемодан алып келіпті. Таң атпай жатып, бөлмелерді аралап, бәріне бұйрық беріп жүрді. Мына кілемдерді жаңасын ауыстырамыз. Қабырғаларды ақ түске бояймыз. Ескі жиһаздардың керегі жоқ. Осылай қатты дауыстап жүрді. Көп ұзамай оның шақыртуымен Астанадан келген жас архитектор Рамазан да келді. Ол да жұмыс көлемін қарап жүрді. Майра болса, Айжанның адамдары үйдің бәрін аударып төңкеріп жатқанына таңданып, іші қиналып қарады. Көп жыл бойы отбасының қазынасы саналған заттар, журналды үстелдер, резбалы шкафтар, ескі сандықтар, бәрі бұрышқа итеріліп тасталды. Бұлардың бәрінен кейін құтыламыз, деді Айжан өзінің адамдарымен. Майра бұл өзгерістердің кейін емес, өте жақын арада болатынын жүрегімен сезді. Түске жақын кезде күннің аптабы қатты боп тұрған уақытта Айжан верандада отырып кофесін ішіп отырған. Сол кезде Майра оған жақындап, түскі асқа не дайындау керегін нақтылап сұрады. Ол ыстық күнге лайық жеңіл тамақтарды ұсынды. Салат, суық шай, жаңа жемістер. Бірақ Айжан бұл ұсынысты бірден жақтырмады. Маған бір нәрсе шынымен сәнді, әдемі, ерекше болсын. Ал мына қарапайым тамақтар жарамайды, деді ол.
бірақ нақты не қалайтынын айтпады. Майра абайлап: «Мүмкін салқын шай дайындасам?» деп ұсына бербеді. Айжан оны сөзінен бөліп: «Салқын шай? Иә, бәлкім, сізді бұл сергітетін болар. Бірақ менің ойымша, мұндай ескі үйде ондайды ұсыну дұрыс емес. Бұл үйде не толық заманауи стиль болу керек, не мүлдем ескінің қалдығы. Екі арадағы нәрсе болмайды», деп мысқылдай сөйледі. Нұрлан бұл сөзді естіп Майраға қарап: «Майраға қатты сөйлемеш, ол бұл үйде өмір бойы жұмыс істеді ғой», деп айтқысы келді. Бірақ Айжан тек иығын көтеріп қойды. «Мен ешқашан қызметкерлердің біз не жеу керегін шешкенін дұрыс деп ойламадым», деді. Нұрлан тағы да жағдайды жұмсартып тыныш қалды. Майра болса Нұрланға ақырын: «Үйді осылай астан-кестен қылып өзгерту не үшін?» деп сұрады. Нұрлан шатасып қалды. «Айжан үйге жаңа өмір бергісі келеді. Мүмкін жақсы шығар», деді. Бірақ Майра оған: «Тек асықпай, үйдің тарихын ұмытпаңдар», деп ескертіп қойды. Түскі ас кезінде Айжан Майраның бір үстелде отыруында жақтырмады. «Қызметшімен бір столда отыру ескі дәстүр, бұлай дұрыс емес», деді. Майра қызарып кетті, бірақ сабырмен жауап берді: «Мен бұл үйде Нұрлан кішкентай күннен бері осы столда тамақ ішіп келем. Оның анасы өзі солай болсын деп айтатын», деді. Айжан күліп жіберді де әдейі бір нәрсе айтып бастады. Айжан столда отырғанда: «Енді бәрі бізде бұрынғыдай емес, басқаша болады», деп қойды. Оның бұл сөзінен кейін бәрі өзін ыңғайсыз сезінді. Нұрлан да қиналып отырды. Оның ішінде бір түрлі кінә мен ұялу сезімі пайда болды. Ол әйеліне де, Майраға да қарай алмай, бетін басқа жаққа бұрып отырды. Тіпті әдетте сабырлы жүретін жан да оған ренішпен қарап қойды. Түскі ас біткен соң Майра көзі қызарып, үнсіз ғана ыдыстарды жинап, ас үйге кетіп қалды. Нұрлан өзін өте кінәлі сезінді, бірақ тағы да ештеңе айтпады. Ұрыс шығарып алудан қорықты. Айжан болса, Майраның әр айтқанын тез орындамайтынына ренжіп жүрді. Ал Майра ұзақ жылдар бойы осы үй үшін істеген еңбегінің, жылдар бойы сақтап келген тәртіп пен жылулықтың бұзылып жатқанын көріп, іштей қатты қиналды. Бірақ ең ауыр нәрсе, Нұрлан ешкімнің жағына ашық тұрмады. Айжан бір нәрсе десе, ол солай болсын деп құттай салатын. Майра ренжіп қалса, ештеңе емес, бәрі жақсы болады деп жұбатуға тырысатын. Ол екі жаққа да жақсы көрінгісі келіп жүріп, өзіне өзі ұнамай қалды. Бірақ әйелмен ұрсып қалам ба деп қорқатын. Бір кеште үйдің ішінде ескі шамдар жанып тұрған жылы уақытта Нұрлан мен Айжан көрші округтен бірнеше таныстарын қонаққа шақырды. Солардың ішінде Хадиша деген әйел болды. Ол кезінде Нұрланның анасының жақын құрбысы болған. Ол өзінің ескі кабриолетімен келіп, осы үйдің бұрынғы кездерін сағынышпен айтып отырды. Қонақтар қонақ бөлмеде коктейль ішіп отырып, бұл үйдің өткенін еске алды. Нұрланның әкесі қалай үлкен тойлар жасайтынын, анасының қонақтарды қалай ерекше қарсы алатынын айтты. Ал Майра туралы бәрі өте жылы сөздер айтты. Ол бұл үйдің тірегі еді, үнемі жұмыс істеп жүретін, бірақ жүзінен күлкі кетпейтін. Үйдің барлық тарихын білетін деп. Бұныны естіген Айжанның қабағы сәл түсіп кетті. Қонақтардың бірі Майрадан тағы бір Нұрланның кішкентай кезінен қызық оқиғаны сұрады. Майра әлі сөзін бастамай жатып, кездейсоқ бокалға қолын тиіп қойды да, оның ішіндегі қызыл шарап Айжанның көйлегіне төгіліп кетті. Үлкен дақ қалған еді. Бір сәт бәрі тоқтап қалды. Бәрі бұл нысаналы жасалған сияқты көрінді. Бірақ шу-шуға қарамастан ешкім нақты бір нәрсені айта алмады. «Ой, кешіріңіз» деп қолын қағып қойды Айжан, өзінше масқара сезініп. «Мен соншалықты келеңсізмін бүгін. Майра, қымбаттым, барып өзіңді тазартып ал», деді Майраға Нұрлан. Майра көзін көтеріп қарады. Оның көзінде өкініш пен шатасу көрінді. Ол үндемей шығып кетті. Бірнеше қонақ, соның ішінде Хадиша де бір-біріне күдікті көзқараспен қарады. Себебі Айжан дәл Майраның жанында жиі осындай болып қалады.
Нұрлан араға шығып, әйелінің қолынан ұстап, жұмсақ түрде сөкті. «Сіз тым қатал болмаңызшы», деді ол. Бірақ Айжан иығын көтеріп қойды. «Ой, мән бермеңіз. Бұл жай ғана кездейсоқ болды». Содан кейін қонақтар ас үйге кетті. Онда Майра көйлектен дақты абайлап тазалап отырды. Ол бұл кезде үн қатпады. Бәрін мұқият жасап шықты. Бір сәтте Нұрлан кешірім сұрайын деп ойлады. Бірақ не деп бастарын білмеді. Сол кезде Майра оған қарап: «Сенікі қай жағың?» деді. «Мен осында ақша үшін немесе атақ үшін емеспін. Бұл үй менің өмірім. Ал сен менің ұлымсың. Мен сені жақсы көремін». Бұл сөздер Нұрланды қатты әсер етті. Ол өзін бұрынғыдан да шешім қабылдай алмайтын қорқақ сезінді. Бірақ тағы үн қатпай, үндемей отырды. Ол қорқыныш пен бейбітшілікті сақтау қажеттілігінің арасындағы тұйық шеңберді қалай бұзуды білмеді. Көп ұзамай, үйге Нұрланның барлық туыстары келіп, отбасының істерін талқылау үшін жиналды. Нұрланның үлкен ағасы Ұлан үйге келді. Ол қатал мінезді, отбасы дәстүріне берік адам еді. Ол үлкендерді құрметтеуді өте маңызды деп есептейтін. Ұлан байқап қалды. Айжан Майраға тым қатал, тіпті дөрекі сөйлеп жүр. Бұл мүлде дұрыс емес еді. Кешкі ас соңында Ұлан Нұрланды кітапханаға шақырды. Кітапхана ескі кітаптарға толы. Қабырғасында олардың папасының портреті ілініп тұр. «Нұрлан», деді Ұлан, «мен сенің әйеліңнің не ойлайтын білмеймін. Бірақ ол Майраға дөрекілік көрсеткенде мен үндемей қала алмаймын. Бұл әйелің сенің анаңның орнын басқан адамға деген құрметке қатысты. Егер сен өзің бұл жағдайды реттемесең, отбасы сенен ренжіп, тіпті өзіңді де сыйламайды», деді ол тікелей. Нұрлан Ұланның дұрыс айтып тұрғанын түсінді, бірақ ол даулы жағдайға түсе алмай қорқатын. Ол Айжанды сүйетін, немесе сүйгеніне сенгісі келетін еді. Оған тек бір ғана нәрсе маңызды: Айжан отбасына үйлесімді түрде қосылсын. Бірақ Айжанның іс-әрекеті бұл үміттің бәрін үзіп жатты. Сонымен бірге Нұрлан Майраның қиналуына жол бере алмады. Ол оған мәңгілік алғыс сезімін, сүйіспеншілікті сезетін. Майра әрдайым оның тірегі болған еді. Бәрі толық бақылаудан шықты. Айжан үйді қайта жөндеуді, қызметшілерді жаңа, заманауи стандарттарды түсінетін адамдармен ауыстыруды ұсынды. Бұл сөздері Майраны тіпті шығарып жібергісі келгендей естіледі. Сол сәтте отбасы, Ұлан, Жан, тіпті Хадиша барлығы бір жерде тұрды. Ұлан тік тұрды да қатты дауыспен айтты: «Айжан, Майра жай ғана қызметші емес. Ол Нұрланды өсірді. Осы үйге қарап отырды. Сен қалада сән жобаларымен айналысып жүрген кезде Майра Нұрланға киімін жуған, тамақ дайындаған, тіпті ұйықтар алдында ән айтып, люлька салған. Бірақ Айжан бұл әрекеттерге мән бермей, қатты дауыспен: «Түсіндім. Барлығың ескі дәстүрге байланғансыңдар. Бірақ әлем өзгерді. Ешкімге ескірген әдет құрып керек емес», деді. Сол сәтте Нұрланның ішінен ашу кетті. Ол бұрын ешқашан дауыс шығармайтын, бірақ енді шегінетін жер жоқ екенін түсінді. «Тоқта, Айжан», деді ол қатты, өзіне де күтпеген даусымен. «Мен үйді жөндеуге қатысты сенің идеяларыңды бағалаймын, бірақ Майра отбасының бір бөлігі. Олсыз бұл үйдің жан дүниесі жоғалады». «Жан дүниесі?» деп таңырқап сұрады Айжан, қастарын көтеріп. «Үй тек қабырғалар ғана емес пе? Егер шынымен жаңаша өмір сүргің келсе, өткенді тастау керек». Бәрі бір сәтке тынып қалды. Майра сәл артқа шегініп, қабырғаға жақындырды. Оның көздерінде қайғы, тіпті жас та бар еді. Ол жағдайдың маңызды екенін түсінді. Нұрлан тағы үн қатпады, бірақ ішкі сезім өзгерді. Ол әйелін ренжітпей, Майраны қорғауға бел байлады. Сол күні Айжан соңғы рет үлкен соққы берді. Ол қонақтарды қайта шақырды. Осы жолы өзінің инвестор досын, үйді толық жөндеуге қаржы бере алатын атанды. Кешкі ас кезінде Айжан күліп отырып, ескі қосымша ғимараттарды концерт залы мен студияға айналдыратынын айтты. Қызметкерлерді кәсіби командаға ауыстыратынын,
ескі тәрбиешілер мен ескірген дәстүрлерге орын болмайтынын да жария етті. Сол кеште Айжан Майраны барлығына ұят қылды. Оны ескі дәстүрлі үлгі деп атап өтті. Бұл барлық қонақтардың көзінше болды. Веранде, десерт үстінде. Бұл оқиға Нұрлан үшін соңғы тамшы болды. Ол ішкі тыныштығын жоғалтты. Майраны қорғау керек екенін түсінді. Ал Айжанның әрекеттері бәрін күрделендірді. Нұрлан шыдай алмай Айжанға қатты айтты: Майраны қорлауды тоқтат. Қонақтар таңырқап қалды. Олар Нұрланды әрқашан мейірімді, жұмсақ адам деп білетін. Бірақ енді оның дауысы берік шешім мен қатты ниетке толы еді. Алғашында Айжан күліп жіберді. Ойлады, әдеттегідей үндемей қалады. Бірақ 1 минуттан кейін түсінді. Бұл жолы Нұрлан шын мәнінде қатты сөйлеп тұр. Сен өзіңді жаңа тәжірибелермен көрсеткің келсе, оны басқа жерде жаса. Егер керек болса, мен сенің билетіңді өзім төлеймін. Бірақ енді біз бөлек кетуіміз керек. Сен мені қуып отырсың ба? Деп Айжан дауыстап жіберді. Иә, деп Нұрлан қатты айтты. Мен енді көре алмаймын. Сен біздің отбасымыз үшін қымбат нәрселерді таптап жатқаныңды. Айжан қатты ашуланып, бірақ Нұрлан бекем тұрып, оны тоқтатты. Ол сумкасын ұстап, қонақ бөлмеге кетті. Үйде сәттік тыныштық орнады. Барлығы таңырқап, Нұрланды мүлде өзгеше көрді. Әдетте ол жұмсақ, қыңыр емес еді, бірақ енді өз шешімін айтты. Нұрлан терең тыныс алды. Туыстары оған жанашыр болды. Бірақ бәрі де ішкі тыныштық тапқандай сезінді. Олар көптен бері үйдің иесі соңғы шешімді шығарады деп күткен еді. Бірақ Нұрланның жүрегіндегі шым ауыртпалық тек Айжанға ғана байланысты емес еді. Ол Майраның ұзақ уақыт бойы қорлануына шыдағанына өкінді. Нұрлан бірінші қабаттағы бөлмелерді қарап жүріп, Майраны кітапханаға тапты. Ол ескі кітаптарға, бұрын оның анасы мен әкесі пайдаланған томдарға қол тигізіп тұрды. Нұрлан жақындап, жұмсақ дауыспен айтты: Кешір мені, мен ұзақ үнсіз отырдым. Барлығын көріп түсіндім, бірақ сені қорғай алмадым. Мен білемін, сен кеткің келсе, кетуге құқылысың. Сен кетсең де, ешкім сені айыптамайды, деді Нұрлан. Бірақ менің жанымда болшы. Сенсіз бұл үй бос сияқты. Майра ұзақ үнсіз отырды, басын төмен салды. Нұрлан оның иықтарының дірілдеп тұрғанын байқады. Ішкі қайғы мен өкініш шайқасып жатқандай еді. Содан кейін Майра көзімен Нұрланға қарады. Оның көзінде терең қайғы мен жылы сезім араласқан еді. Мен ешқашан сенің отбасындағы жанжалдың себебі болғым келген жоқ, деді ол жұмсақ дауыспен. Бірақ сен оны бұрын тоқтату керексің еді. Сен әрдайым дау шардан қорқатынсың, Нұрлан. Бірақ кейде сүйікті адамдарды қорғау үшін күресу керек. Нұрлан басын изеді. Ол Майраның сөзінен өзінің ең ауыр шындықты естігенін түсінді. Ол бұрын дұрыс әрекет ете алмағанын мойындады. Оның ішкі ауырлығы одан сайын артты. Ол Майраны қорғау үшін бұрын әрекет етуі керек еді, бірақ жасай алмады. Мен түсінемін, Майра, деді Нұрлан. Бірақ егер маған мүмкіндік берсең, бәрін түзеткім келеді. Мен осы үйге сен сақтаған жылы атмосфераны қайта келтіргім келеді. Сенсіз мен мұны істей алмаймын. Майра бір сәт ойланып тұрды, бірақ ақыры жүрегі езіліп келісті. Оның алдында сол кішкентай Нұрлан тұрды. 5 жасында алғаш көрген, шнурки байлай алмайтын кішкентай бала. Ол толық мінсіз емес. Мүмкін ешқашан қатты және шешімді лидер болмайды. Бірақ оның мейірімді жүрегі бар. Ол шынымен Майраға мұқтаж еді. Жарайды, деді Майра бір сәл қысылған дауыспен. Сен өзі сұрап тұрсаң, қаламын. Бірақ уәде берші, енді менімен немесе үйдегі басқа адаммен ешқашан ренжісіп сөйлемейсің. Нұрлан тік тұрып, өзімен сенімді күлімсіреуді шығаралды. Ол уәде етті. Енді Майраның абыройын, отбасының дәстүрін қорғайтынын. Содан кейін ол Майраға жақындап, өте сақтап құшақтады. Ем жақын жаңын құшақтағандай. Келесі күні Айжан өз заттарын жинап, үйден кетті.
Бір сәттерде ол қатты даулы мінез көрсетті. Тіпті уақытша қоңырау шалып, меншікті сатуды және ақша бөлуді талап етті. Бірақ Нұрлан тек тыңдады. Оның салқын сөздерінен әлемді мүлде әртүрлі көретін түсінді. Ол енді болашақта олардың ажырасатын білді. Бірақ ішкі сезімі тыныштық тапты. Ол дұрыс шешім қабылдаған сезді. Үйде баяу-ақ тыныштық орнап, Нұрлан үйді ретке келтіріп, құжаттарды қарап, өз туыстарымен бірге ірі өзгерістерсіз, тек қажет жөндеулермен айналысты. Ол Майрадан қандай заттарды сақтау керек, қайсысын жаңарту дұрыс екенін сұрады. Енді олар үйді бірге реттеп жатты. Бір қадам дәстүрді, бір қадам ақылды өзгерістерді үйлестіріп. Бірнеше айдан кейін үй қайтадан өзінің жылы, жайлы атмосферасын алды. Отбасылық кездесулер достық жағдайда өтті. Нұрлан енді шешім қабылдағанда Айжанның қалай қарайтынын ойламайтын болды. Ол Майраның сабырлы ақылын, ұзақ жылдар бойғы еңбегін бағалай білді. Үйге бұрынғы таныстар, Жомарт, Жан, Хадиша, тіпті алыстағы туыстар да оралды. Енді ешкім Майраны ренжітпейтінін білді. Барлығы түсінді. Ол тек үй қызметшісі емес, Нұрлан үшін екінші ана сияқты. Отбасының толық мүшесі. Сөйтіп, Нұрлан, Айжан және Майраның оқиғасы осылай аяқталды. Нұрлан өмір бойы күтім жасаған адамды бір сәтке жоғалтқан еді. Бірақ уақытында ойланды және ең дұрыс шешімді қабылдады. Сол кештен бастап, Қайыровтардың үйі қайтадан өмірге келіп, жылулық пен жайлылыққа толды. Майра өз жұмысына оралды. Үйдің әр бұрышын қамшамқорлықпен күтіп, енді оны шынымен бағалайтын сезді. Міне, бұл Нұрлан, Айжан және Майраның шынайы оқиғасы. Қайғы қасірет, интригалар болды. Бірақ ең маңызды адамдық байланыс. Сүйіспеншілік пен ризашылық байланысы сақталды. Олар бір-біріне нағыз отбасы болды. Құрметті көрермендер, әңгіме осымен аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.